дейді ila manzilatillahi fi indahu, Аллахтың ондағы орны қандай дейді. Аллахты қалай құрметтейміз, Аллахтың намазы қалай оқимыз, Аллахтан қалай қорқамыз, Аллахты біз қалай құрметтесек, Аллах біздің жүрегімізде қандай орын алса, Құдайдың алдында біз сондай орын алдық. Егер Аллах біздің жүрегімізде орын алмаса, Құдайдың қасында біздің ешқандай қадіріміз де қасиетіміз жоқ. Егер Аллах тағала қасиетсіз, қадірсіз орын болса, дүниенің де ақыреттің де ізгілігі жоқ. Аллах Құранда пайғамбарға айтты: Құдайына қарсы келгендердің қала кезіп, мәз мейрам болып жүрген сені алдамасын. Матаун қалил, аз ғана пайдалану, одан кейін баратын жері олардың тозақ дейді. Жаһаннам баратын жері тозақ. Қандай жаман орын дейді. Қандай жаман орын дейді. Алла Тағала ақыретімізді қайырлы етсін. Біздің сөздерімізден кеткен кемшіліктер болса кешірім етсін, иманымызды көтерсін. Және Алла Құранында өзі иман келтірген пенделерге уәде еткендей: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Иман келтіргендерге біз Құраннан өзіміздің шипамызды, тәніне, жәніне, иманына болған шипамызды береміз дейді. Біз бұл жерде иманымызды емдеп отырмыз шындап Аллахтың сөзіменен. Және де мейірімізді жаудырамыз дейді. Ал залымдардың тек қана зиянын арттырады дейді. Осы аятты сүйеніп келіп, Мужахид деген үлкен Құран тәфсірін жасаушы кісі айтқан екен: Құран тыңдаған адам екеудің біреусі басқа ешкім емес дейді. Не Құдайдың мейіріміне бөленіп кетті, не қасіретке ұшырады дейді. Аллах Тағала бізді осырды. Аллахтың мейіріміне бөленгендердің қатарында көтерілуімізді нәсіп етсін. Жоғарыдағы хадисте уәде еткен ізгіліктерін, тыныштығын, мейірімін бізге жаудырып, шынымен өзінің қасында сондай періштелеріне мақтан тұтатын құлдардың қатарына қоссын. Субханака Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, вастағфирука ва атубу илейх. Аллаху акбар. Камерамыз видео.